Қымбатты оқушылар, өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның рухани саулығы деп аталады. Сабағымыздың құндылығы ішкі тыныштық, қасиеттері ізгілік, саналылық, арлылық. Сабақтың мақсаты ішкі тыныштық құндылығы арқылы адам өміріндегі рухани саулықтың маңыздылығы туралы түсінікті кеңейту. Сабақтың дәйек сөзімен танысуға шақырамын. Арлы адам ең күшті адам. Ол өткінші бақыттың, өткінші қайғының ырқына мойынсынбайды. Әбіш Кекілбаев. Дәйек сөзді оқыңыздар. Оның мағынасын қалай түсінесіздер? Сіздің ойыңызша арлы адам деген қандай адам? Арлылық адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі. Арлы адам рухани қасиеттерді бойына жинақтай білген мол парасат иесі. Оқушылар, енді сіздерді Дандай Ысқақұлының шығармасымен танысуға шақырамын. Адамзат баласының жер бетінде адам болып бақытты ғұмыр кешуі үшін екі нәрсе керек. Ол тән азығы мен жан азығы. Тән азығы адамның тірі жан ретінде өмір сүруін қамтамасыз етеді. Тән азығына материалдық қажеттіліктерді қамтамасыз ететін азық-түлік, киім-кешек, баспана, көлік сияқты адамның күнделікті тіршілігін қамтамасыз ететіндер жатады. Бұлар адам көзбен көріп, құлақпен естіп, дәмін татып дегендей сезім мүшелерімізбен сезіне алатын материалдық дүниелер. Ал сезім мүшелермен емес, ішкі жанымызбен, түйсігімізбен сезінетін рухани дүние жан азығы. Басқаша айтсақ, жан азығы рухани құндылықтар. Рухани құндылықтардың аясы тым кең. Оған адамның адамдық санасын анықтайтын әдептілік, имандылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік, қонақжайлылық, әділеттілік сияқты қасиеттерінен бастап, сол ұлттың ұлттық тілінде, ұлттық тұрмыс тіршілігінде, әдет ғұрып, салт дәстүр ретінде жасалған сол халықтың қоғамдық тұрмыс тіршілігіне қажет пайдалы нәрселердің бәрі жатады. Рухани қазынаның негізі тұрмыс тіршілік, экономика, мәдениет, білім, ғылым, өнер, әдебиет, салт дәстүр, әдет ғұрып. Адам тән мен жаннан тұрады. Бірінен бірін айыруға болмайды. Өйткені бірінсіз бірі жоқ. Тән жанның ұясы. Өз кезегінде жан тәннің дұрыс тіршілік жасауын, яғни адам болып өмір сүруін, күшті болуын қамтамасыз етеді. Бұл турасында Жүсіпбек Аймауытов: адамда екі түрлі жан бар. Біреуі жан, біреуі тән. Жан көрінбейтін мен, көрінбесе де көрінетін менді қозғап, жүргізіп тұратын тетігі. Тән жанның қабы деген. Абай Құнанбаев: ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жемақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің де өлшеуі бар депті. Мұның барлығы адамның бойында рухани азықтың жетіспеушілігінен, нәпсілік тұрмыстық сана деңгейінде қалып қойып, қоғамдық ғылыми, ұлттық рухани сана биігіне көтерілмегендігінен. Адам неғұрлым білімді болса, саналы келсе, оның атқарған істері өзі үшін де, өзге үшін де пайдалы болмақ. Ал жаман істер көбіне нәпсі қуушылықтың, рухани тәрбиенің жетіспеушілігінің көрінісі. Сонда қандай адам, қандай ұлт жақсы болмақ? Біздіңше ұлттық рухты, одан қалды бүкіл адамзаттық жақсы үрдістерді үйрене отырып, тәрбиеленген адамның өзінің ұлттық құндылықтарын сақтап, әлемдік өркениеттің озық үлгілерінен үйрене отырып, дамыған елдің болашағы зор. Оқушылар, осы шығарма желісі бойынша келесі сұрақтарды сыныптастарыңызбен, отбасы мүшелерімен талқылаңыздар. Рухани қазынаның негізін қалайтын нелер? Адам неғұрлым білімді болса, саналы келсе, оның атқарған істері өзі үшін де, өзге үшін де пайдалы болмақ деген ойды қалай түсінесіздер? Адамды рухани бай болуға жетелейтін қандай қасиеттер деп ойлайсыздар? Қымбатты оқушылар, енді шығармашылық жұмыс барысында орындалатын тапсырмалармен танысыңыздар. Бірінші тапсырма: ұғымдардың сәйкес келетін анықтамасын табыңыздар. Екінші тапсырма: өзіңіз рухани бай адам деп санайтын жақындарыңыз, таныстарыңызбен рухани бай болудың сыры деген тақырыпта әңгімелесіңіз. Ойыңызды жазбаша түйіндеңіз. Құрметті оқушылар,
бүгінгі сабағымызды Шәкәрім Құдайбердіұлының сөзімен түйіндесек. Адамның таза ақылы, ақ жүрегі, мейірімі, ынсабы басын қосса, адам баласы дұрыс өмір сүрмек. Бұл қасиеттер біріксе, өзімшілдік, мансапқорлық, мақтан, өтірік, зорлық, мейірімсіздік, қараниеттілік деген қылықтарға орын қалмайды. Бұл қашан болады дегенде, адамзат баласының санасы өсіп, дамып келеді. Аң заман, ағаш заман, тас заманнан өтіп, бүгінгі қоғам қандай өскен болса, ертеңгі болашақ бүгінгіден де жарқын болады. Адам санасы өскен сайын таза адамдар көбейеді, жаман әдет қала береді, әділет үстемдік алады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.